Assalamu alaikum достар, қайырлы таң. Бүгінгі таңғасымызға бала Ями бірге дәмі тіл үйретін жасалу жолы өте оңай, балаларыңыз қайта-қайта сұрап жейтін тәп-тәтті вафли дайындайық. Бізге керегі сүзбе. Мен майлылығы 5% сүзбені пайдаландым. Ірі болғандықтан шаншқымен езіп алдым. Кейін бананды қосып, екеуін езіп, жақсылап араластырдым. Үстіне 2 дана жұмыртқамды қосып, тағы да барлығын біркелкі массаға айналдыру үшін жақсылап араластырдым. Келесі кезекте 3 ас қасық ұнымызды қостым. Менде күріш ұны және де жарты шай қасық разырхительді қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай бал немесе қант алмастырғыш қоссаңыздар болады. Мен бананның тәттілігіне сендім. Ары қарай вафельницаны майлап алып, 2 ас қасықтан салып, пісіріп аламыз. Вафли өте тез піседі. Әрі кетсе 3 минут, 5 минут аралығында тез-тез пісіп шығады. Әркімде әртүрлі вафельница болғандықтан, пісу уақыты әркелкі болуы мүмкін. Өзіңізде бір қадағалап қоярсыз. Вафлиді қаймақпен немесе түрлі йогуртпен ұсынсаңыздар болады. Балаларыңыз сүйіп жейтініне күмәнім жоқ. Бізде бүгін шоколадты гхи майымен жейтін болып шештік. Вафли өте тез пісті және жұп-жұмсақ болып шығыпты. Дәмін ұлым көріп айтады. Вафлиді жейтініне өте қатты қуанып отырған ұлым тағатсыздана күтуде. Балам қуана-қуана жеп алды. Астарыңыз дәмді болсын. Сізде балаңызды осылай қуантып үлгеріңіз. Келесі видеоларды көру үшін каналға жазылыңыз.